мазарларда кабірлерді қазып, мәйіттердің кебінін ұрлайтын адам болған. Мәйіттен шешіп алған кебінді жуып сатады екен. Ол заманда мата өте қымбат бұйым болған. Бір күні кебін ұрлаушы ауыр күнә істеп жүргенін түсініп, тәубе еткісі келеді. Алла мені кешіреме деген оймен сол заманның ғалымы әулие кісі Абу Язид Бистамиға келіп, жасап жүрген күнәсін айтып береді. Бүкіл әңгімесін тыңдап болған соң Абу Язид ұрыға: саған бір сұрағым бар. Қаншама қабірді аштың ғой? Қабір иелерінің жағдайы қандай екен деп сұрайды. Осы уақытқа дейін 1000 шақты қабірді аштым. 1000 қабірден 2 ғана мәйіттің жүзі құбыла қарап тұрды деп жауап берген екен. Сол сәтте Абу Язид Бистами адамдар ризық беруші Алла ғана екеніне күмәнданғанда жүздері құбыладан теріс бұрылады деген екен. Бұл оқиға Аббасидтік халифаттық заманында болған, яғни 9 ғасырда. Ол кезде барша мұсылманмын деген пенде 5 уақыт намазын оқып, Алланың үкімдерін бұлжытпай орындайтын болған. Солай бола тұра, олардың жүздерін құбыладан теріс бұрған бір ғана нәрсе. Ол ризық беруші Алла ғана екеніне күмәндану. Ал біздің жағдайшы қалай болмақ? Бейнамаздық, Алланың үкімдеріне деген бейғамдық, тіпті кейбіріміз Құдай жоқ деп жар салып жатамыз. Мүмкін кейбірімізді қабір түгілі бұл дүниеде Алла тағала жүзімізді құбыладан бұрып қойды ма екен?